Әйел дүкеннің түпнұсқа төлем кодының орнына өзінің қолдан жасалған QR кодын жапсырып кетті. Сатушы тауарларды орап болып, 2000 юань төлеуді сұрағанда, ол қолма-қол ақшасы жетпей жатқансып, әмиян нақтырған болды. Оның негізгі мақсаты сатушыны өзінің код арқылы төлем жасатуға көндіру еді. Бәрі ол ойлағандай болды. Ешкім ештеңе сезбеді. Сенімді көріну үшін ол сатушыға ақша аударылған туралы жазбаны көрсетті. Сатушы төлем жасалды деп сенген сәтте, ол киімдерді алып, тезірек кетіп қалуға ыңғайланды. Бірақ сақ сатушы оны тоқтатты, өйткені дүкеннің есебіне ақша түспеген еді. Әйел амалсыз кері қайтты. Бірақ әшкере болып қалудан қорқып, қызметкерлерді тағы да алдауға тырысты. Сатушы ақша түскенше күтуді талап етті. Әйел қатты қобалжып, кетпекші болды. Қыңыр сатушы оған киімді беруден бас тартты. Сөз таластырып жатқанда, ол кенет сүрініп құлап қалды. Бұл шу дүкен иесінің назарын аударып, ол не болғанын сұрады. Әйел бірден жәбірленушінің рөліне еніп, жалған төлем түбіртегін көрсетіп, сатушыны тауарымды бермей жатыр деп айыптады. Дүкен иесі басында мәселені бейбіт шешпек болып, сатушыға ұрса бастады. Алайда әйел сатушыны кешіруден бас тартты. Тіпті сатушының жалғыз басты ана екенін біле тұра, оны жұмыстан шығаруды талап етті. Дүкен иесінің басқа мал қалмай, қызметкерді сол жерде жұмыстан шығарды. Жоспары іске асқанына қуанған әйел тауарды алып кетпекші болғанда, есіктің құлыптаулы екенін көрді. Сол кезде ол бірдеңенің дұрыс емес екенін түсінді. Дүкен иесі шындықты ашты. Ол бұл әйелдің дүкендер желісінен бірнеше рет ұрлық жасағанын баяғыда бақылап жүрген екен. Ол ұялы телефонын шығарып, әйелдің есебінен оның осы уақытқа дейін ұрлаған барлық сомасын аударып алды. Банктен ақша алынған туралы хабарлама келгенде, әйел ашуға мініп, түсініктеме талап етті. Дүкен иесі әйелдің қылмысын білгеннен кейін, оны өз әдісімен жазалап, ұрланған әрбір тиынды қайтару үшін қызметкерлермен бірге осы тұзақты құрғаны белгілі болды. Әйел жағдайын ұмытып, полиция шақыратынын айтып, қоқан-лоққы көрсетті. Бірақ бұған ешкім сескенбеді. Олар тіпті оның шотында қанша ақша қалғанын сұрап келемей деді. Содан кейін дүкен иесі қалған ақшаны балалар үйіне аударып, әйелді жасаған ісі үшін жазалап, жоспарын тас-талқан етті. Ол кетпекші болғанда, қызметкерлер оны тоқтатып, төлем жасалды, тауарыңызды алып кетіңіз деді. Бос қол кеткісі келмеген әйел жаңа аяқ киімді алды. Соңында сатушының бұл дағдарысты шебер шешкені үшін дүкен иесі оған жоғары баға берді. Марапат ретінде оның сынақ мерзімін ерте аяқтап, бірден негізгі штатқа жұмыс қалды және лауазымын көтерді.